Көрші Өзбек елінде Қазақстанда өндірілген тауарларға сұраныс жоғары, әсіресе трансформаторлар мен аккумуляторлар және құрылыс материалдары мен тоқыма өнімдеріне. Қазақ экспорт компаниясының мәліметінше, өзбек кәсіпкерлері қазақстандық тауар өндірушілермен ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі. Ағайынды елдердің өзара тиімді байланысы туралы тілші тарқатады. Былтыр қос ел арасындағы сауда-саттық 4 миллиард долларды құраған. Мемлекет басшылары таяу жылдары бұл санды 10 миллиардқа жеткізу міндетін қойды. Осы орайда Қазақ экспорт компаниясы алыс-берісінің көбеюіне ықпал жасап отыр. Биылғы 9 айдың өзінде Өзбекстанға экспорттайтын қазақстандық өндірушілерге 65 миллиард теңгеге қолдау көрсетілген. Компания Қазақ экспорт кеңсесі Ташкентте 2019 жылдан бері жұмыс істейді. Осы уақыт ішінде Өзбекстанға экспорттайтын қазақстандық өндірушілерді қолдаудың жалпы көлемі 255 миллиард теңгеден асты. Өзбекстанның қаржы ұйымдарымен жасалған келісімдердің арқасында қазақстандық кәсіпкерлер тауарды еш алаңсыз өткізе алады. Қазақ экспортпен келісім жасаған ұйымдардың бірі Капитал банк. Ол Өзбек жеріндегі алғашқы коммерциялық банктердің бірі. Компаниялар сауданы қаржыландыру бағытында әріптестік орнатқан. Для нас работа с Қазақ экспортом. Қазақ экспортпен әріптестіктің арқасында жарғылық капиталымызға қысым жасамай тұтынушыларымызға несие беруге мүмкіндік бар. Біздің клиенттер үшін бұл тиімді пайыздық мөлшерлеме және Қазақстанның сенімді компаниялармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Наша компания сотрудничает. Біз Қазақ экспортпен 5 жылдан бері жұмыс істейміз. Бүгінгі таңда 7 миллион доллардан астам қаржы алдық. Бұл біз үшін тиімді, өйткені олар бізге тек тұрақты серіктестерді ұсынады және тауарды уақытылы жөнелтуге кепілдік береді. Бүгінде өзбек тарапы біздің елден шыққан сүт, ет, май және кондитерлік өнімдерге үлкен қызығушылық танытып отыр. Ал Қазақ экспорт компаниясы сақтандыру бағытындағы қолдау жұмыстарын әлі де жетілдіре түсіп, шикізаттық емес тауар түрлерінің экспортын көбейтуді жоспарлап отыр. Шерхан Жамбулұлы, ұлттық арна.